Қайырлы күн. Бүгін йогуртты пирог істейтін боламыз. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, шекер салып, жақсылап араластырамыз. Ағарғанша миксермен араластырамыз. Және сұйық май құямыз үстіне. Тағы араластырамыз. Және оның үстіне йогурт құямыз. Грамдарын астына описаниеге жазып кеттім. Қамыр қосқышпен ұнды араластырамыз, жақсылап тұрып. Оны үстіне саламыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Формамызға қағазымызды жайып, үстіне құямыз. Қызбай тұрған печкеге 180 градусқа 30 минутқа қоямыз. Дайын болған пирогымыздың үстіне сгущенка жағамыз. Және өзің қалауларыңыз бойынша шоколад жағуларыңызға болады, немесе грецкий орех себуіңізге болады ұсақтап. Пирогымыз дайын болды. Дәмі тіл үйіреді. Жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.